Осындай әдемі шаблондарды жасап үйреніп және осы арқылы үйде отырып табыс тапқыңыз келсе, осы видеоның соңына дейін көріңіз. Сіздерге ең алдымен дайын шаблондар каналы керек болады. Дайын шаблондар каналын алу үшін менің WhatsApp нөміріне жазсаңыздар болады. Осы видеоның астына қалдырып кетемін. Дайын шаблонды баланың атын жазып, күнін жазып, например, шығарып аламыз. Одан кейін оны осылай шет-шетін артық жерін қиып тастаймыз. Қиып болғаннан кейін ортасындағы сызықтар арқылы бүктеп шығамыз. Осындай болып шығады. Мына жерде шығып тұрған кішкентай бөлшекті клеймен жабыстыра қоямыз. Жасалу жолы өте оңай, бір жасағаннан ұғып аласыздар. Осылай горячий клеймен жабыстыра қоясыздар. Және де астын жабасыз. Қазір видеода көрсетемін қалай жабу керектігін. Қалауларыңыз бойынша, немесе клиенттің қалауы бойынша үкі немесе стразы жапсырсаңыздар болады. Бомбонеркамыз дайын. Төбесін чуть-чуть осылай кесеміз да үкіні қоя қоямыз. Біздің бомбонеркамыз дайын. Басқа да қалған бомбонеркалар тура осылай жасаймыз. Осындай керемет әдемі дүние шығады. Күндеріңіз сәтті өтсін. Көріп тамашалағандарыңызға рахмет.